Бүгінгі видеода фастфудтың зияны және одан қандай аурулар пайда болады, сол туралы айтатын боламын. Фастфудқа қандай тағамдар жатады? Гамбургер мысалға, чизбургер, фри, пицца, жалпы ұннан жасалатын тағамдар, майдан жасалатын тағамдарды айтамыз. Сіздерден бір өтініш, каналды қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп, және де фастфуд жейтін достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Қазіргі уақытта адамдар фастфудты жылдам және арзан болған соң күнделікті өмірде жиі тұтынады. Алайда оның ағзаға қаншалықты зиян екенін көбісі біле бермейді. Созылмалы ауруларды күшейтеді және салмақ арттырады. Фастфудты үнемі жеу семіздік пен созылмалы аурудың пайда болу қаупін арттырады. Тез тамақтану салмақтың өсуіне, холестериннің және жүрек тамыр аурулары мен қант диабеті қаупін жоғарылауына әсер етеді. Теріге фастфуд зиян, терінің күйіне де әсер етеді. Фастфуд өңделген тағамдар мен қанттың көп мөлшерін қамтитын өнімдер безеуді көбейтеді. Негізгі себеп қандағы инсулиннің жоғарылауы. Ол осындай тағамдарды жеген кезде пайда болады. Мәселен, 2013 жылы балалар мен жасөспірімдерге жасалған зерттеуде аптасына 3 реттен артық фастфуд өнімдерді жегендердің ауыр экземаға шалдығу қаупі жоғары екені анықталған. Қандағы қантқа әсер етеді. 2018 жылғы есепке сәйкес фастфуд өнімдері басқа өнімдерге қарағанда біздің қанымызға тезірек сіңеді екен. Қатты өңделген тағамдарды жеу арқылы біз бірден қанға өте көп мөлшерде глюкоза жібереміз екен. Психикаға да әсер етеді. Фастфудты жиі жеу адамның психикасына әсер етуі мүмкін. Зерттеу бойынша фастфудты көп пайдалану депрессия қаупінің жоғарылауына ықпал ететінін анықтады. Әсіресе әйелдер мен семіздікке шалдыққан адамдарда мәліметтер бойынша психикаға фастфудта кездесетін жоғарғы майлар мен өңделетін көмірсулар әсер етеді. Олар жүрек ауруларына, созылмалы қабынуға және холестериннің жоғарылауына әкеледі. Осының бәрі депрессия қаупін арттырады. Ауру астан демекші, денсаулыққа пайдалы тамақтар жеуге кеңес беремін. Қазақ елі аман болсын, бай қуатты болыңыздар.